Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Өтіңіздер, тартынбаңыздар. Бір жалғыздық мекені. Қазақстанның шығысындағы тау бөктерінде орналасқан Аққайың ауылы қыс түссе әлемнен толықтай оқшауланып қалатын. Қалың түскен қар жолдарды жауып, үскірік аяз адам түгілі малдың өзін далаға шығармай тастайтын. Осы ауылдың ең шетінде, орманға жақын тұста шатыры қардан ауырлаған кішігірім ескі ағаш үй тұр. Бұл 50 жастағы жесір әйел Зейнептің шаңырағы. Зейнептің күйеуі Омар осыдан 5 жыл бұрын ауыр науқастан қайтыс болған. Жалғыз ұлдары қаладағы оқуын бітірген соң сол жақта қалып, шетелге жұмысқа кеткен еді. Зейнеп үлкен үйде жалғыз өзі бірнеше қойымен аулақ қорғайтын Ақтөс атты кәрі итімен күн кешіп жатты. Ол өте еңбекқор, мінезі қаталдау көрінгенімен жүрегі жұмсақ, ешкімнің ала жібін аттамайтын әйел болатын. Ауыл адамдары оны құрметтегенімен үй шетте орналасқандықтан оған көп ешкім бас сұға бермейтін. Көбіне көршісі Сәлима кемпір ғана келіп ауылдың өсегін айтып қайтатын. Зейнеп-ау, осы шеттегі үйде жалғыз қорықпайсың ба? Қалаға балаңның қасына көшіп кетсеңші. Орманнан қасқыр шапса, кімнен көмек сұрайсың? Деп жиі айтатын Сәлима. Зейнеп тек жымиып, қасқырдан емес, ниеті бұзық адамнан қорқу керек, Сәлима апа. Ал Омардың көзі тірісінде өз қолымен салған мына үйін мен тастап кете алмаймын деп жауап қататын. Екі ақтүтек боран. Қаңтар айының ортасы еді. Ауылда бұрын соңды болмаған қатты боран басталды. Түске таман басталған жел кешке қарай нағыз дауылға ұласты. Аспан мен жер тұтасып 1 метр жердегі зат көрінбейтіндей ақ түнек орнады. Терезелер желдің күшінен сатырлап, мұржадан ызыңдаған қорқынышты дауыс шығып тұрды. Зейнеп малын қораға қамап, Ақтөсті үйдің кіре берісіне, дәлізге кіргізіп алған. Ол пешке көмірді молынан салып, пештің жанында күйеуінің ескі жемпірін жамап отырған еді. Үйдің іші жылы, самаурында шай қайнап тұр. Сырттағы ақырзаман бұл кішкентай үйге жете алмайтындай көрінетін. Сағат түнгі 2-ні көрсетті. Зейнеп ұйқыға жатуға дайындалып жатқанда, кіре берісте жатқан Ақтөс кенеттен орнынан атып тұрып, есікке қарап қатты үре бастады. Иттің даусында ашу емес, қандай да бір үрей бар сияқты еді. Зейнеп тоқтап құлақ түрді. Желдің ұлыған даусынан басқа ештеңе естілмеді. Жат орныңа, Ақтөс, желге үріп жатырсың ба? Деді Зейнеп. Бірақ ит тоқтамады. Ол есікті тырнап қыңсылай бастады. Зейнеп орнынан тұрып дәлізге шықты. Ол ағаш есікке құлағын тосты. Сол сәтте желдің даусының арасынан адамның бәсең, әлсіз соққан даусы естілді. Дүрс, дүрс. Бұл желдің соққысы емес, біреудің мұздаған жұдырығымен есік қаққаны еді. 3 түн ортасындағы бейтаныс үшеу. Зейнептің жүрегі зырқ ете түсті. Түнгі сағат 2. Көз көрмес боранда оның есігін кім қағуы мүмкін? Көршілер ме? Бірақ олардың бәрі өз үйлерінде жылынып отыр. Орманшы ма? Ол терезеден сықалап қарады, бірақ сырттағы ақ түнектен ештеңе көрінбеді. Ашпа. Қазір заман тыныш емес, деді оның ішкі түйсігі. Бірақ күйеуі Омардың есігіңді қағып келген адамды ешқашан далада қалдырма. Бәлкім Құдай сені сол адамды құтқару үшін сол жерге қойған шығар деген сөзі есіне түсті. Бұл аязда сыртта 5 минут тұрудың өзі өліммен тең еді. Зейнеп есіктің ілгегін ақырын ашып, сыртқы есікті тартты. Есік ашылған бойда үйдің ішіне қалың қармен бірге сұмдық суық ауа кіріп келді. Табалдырықта адамға ұқсамайтын қар басып қатқан 3 сұлба тұр еді. Олардың біреуі есік ашылған бойда тепе-теңдігін ұстай алмай, Зейнептің аяғының астына үйдің ішіне қарай етпетінен құлап түсті. Екіншісі оны сүйемелдеп кіргізбек болды. Үшіншісі есіктің жақтауына сүйеніп ауа жетпей қырылдап тұрды. Құдайым-ай! Зейнеп шошып кетіп шегіншектеп қалды. Кімсіңдер?
Апа, өтінемін бізді қуып жібермеңіз, өліп барамыз, деді жерде жатқан адамды сүйемелдеген, жасы 30-дар шамасындағы ер адам. Оның еріндері көкпеңбек болып кеткен, даусы қалтырап әрең шықты. Зейнеп олардың үстеріндегі киімдеріне қарады. Олар қысқы қалың киім кимеген еді. Үстерінде жұп-жұқа, түсі оңған, арқасында ерекше сандары жазылған мақта күртеше, телогрейка мен қара шалбар. Зейнептің көзі шарасынан шыға жаздады. Бұл кәдімгі ауыл адамдарының киімі емес, бұл түрмедегі сотталушылардың формасы еді. 4. Қорқыныш пен мейірімнің арпалысы. Бұл ауылдан 50 шақырым жерде облыстық қатаң режимдегі колония бар екенін Зейнеп жақсы білетін. Ауылдықтар ол жаққа жоламауға тырысатын. Міне, сол түрмеден қашқан ба, әлде босап шыққан ба, әйтеуір 3 тұтқын қазір оның үйінің табалдырығында өлім аузында жатыр. Зейнептің бойын жабайы қорқыныш биледі. Ол жалғыз басты әйел. Үйінде қару жоқ. Мына үшеуі жылынып алған соң, оны байлап тастап, үйін тонап, тіпті өлтіріп кетуі де мүмкін ғой. Қанішер, қарақшылар болса ше. Ол есікті жауып тастамақшы болып ұмтыла бергенде, жерде құлап жатқан ең жас жігіт, жасы 20-лардың ортасында ыңырсып, басын көтерді. Оның бетін сүк шалған, ал көздері, оның көздерінен Зейнеп ешқандай қатыгездікті көрмеді. Ол жанардан тек өмір сүруге деген шарасыз үмітті және жазықсыз баланың қорқынышын байқады. Ол жігіттің жанары Зейнептің шетелде жүрген өз ұлының көздеріне қатты ұқсайтын еді. Ана жүрегі қорқынышты жеңіп кетті. Тез кіріңдер ішке. Тез, деп бұйырды Зейнеп есікті кеңірек ашып. Олар сүйретіліп үйдің дәлізіне кірді. Зейнеп темір есікті тарс жауып ілгегін салды. Пештің қасына өтіңдер. Үстеріңдегі мұз болған киімдеріңді шешіңдер, қазір үсіктен өлесіңдер. Зейнеп ас үйге жүгіріп, сандықтан күйеуінен қалған ескі шапандар мен көрпелерді алып шықты. Үшеуі пештің жанына келіп еденге сұлқ. Олардың қолдары қатып қалғандықтан өз түймелерін өздері ақталмады. Зейнеп оларға жақындап, су болған телогрейкаларын шешуге көмектесті. Олардың қолдарында, мойындарында түрмедегі өмірдің айғағы болған көкшіл татуировкалар анық көрініп тұрды. Бұл Зейнептің қорқынышын қайта оятса да, ол сыр бермеуге тырысты. Сендер, түрмеден қаштыңдар ма? Деп сұрады Зейнеп оларға ыстық шай құйып жатып. Оның даусы қатал әрі бұйрықты шықты. Ең үлкені, жасы 50-лерге таяп қалған, бетін әжім басқан, сақалы өскен ер адам ыстық кружканы қалтыраған қолдармен ұстап тұрып жауап берді. Жоқ, апа. Біз қашқан жоқпын. Біз кеше таңертең мерзіміміз бітіп босап шықтық. Колониядан трассаға дейін жаяу жеткенбіз. Сосын бізді бір жүк көлігі қалаға дейін апарамын деп мінгізіп алды. Бірақ боран басталғанда ол жүргізуші біздің түрмеден шыққанымызды біліп қорқып кетті де, осы ауылдың бұрылысына тастап кетті. Біз 6 сағат бойы боранда адасып өлеміз бе деп ойладық. Сіздің үйіңіздің терезесіндегі жарық қана бізді аман алып қалды. Менің атым Қали, мына үлкен жігіт Мақсат, ал мына жас бала Жасұлан. Қали сөйлеп жатқанда үндемейтін, бетінде үлкен тыртығы бар, денелі Мақсат Зейнепке бас иіп рахметін білдірді. Ал ең жас жігіт Жасұлан жылы көрпеге оранып, пештің жылуынан есін жия алмай қалтырап жатты. 5 түндегі шешім. Зейнеп оларды бадырайып тыңдап тұрды. Босап шыққандар. Бұл сөз сәлде болса көңілге жұбаныш берді. Бірақ олардың бұрын қандай қылмыс жасағаны белгісіз ғой. Дегенмен қазір олар қаншер емес, жай ғана тоңып аш қалған бейшара адамдар еді. Зейнеп дастарханға нан, май, ыстық сорпа әкеліп қойды. Үшеуі тамаққа қасқырша тиісті. Олар нанның әрбір түйірін жерге түсірмей, үлкен құрметпен жеп жатты. Бұл көрініс Зейнептің жүрегін одан сайын елжіретті. Түрме оларды қанша сындырса да, адамды қалпын толық жоя алмапты. Тамақтанып болған соң, Қали орнынан әрең тұрып, Зейнепке қарады. Апа, сіздің жақсылығыңызды өле-өлгенше ұмытпаймыз. Біз сізге қауіп төндіргіміз келмейді. Сіз жалғыз әйелсіз. Ауыл адамдары ертең бізді көрсе, сізді сөгеді. Біз жылынып алдық, енді қораңызға, немесе шөпханаңызға барып паналайық. Таң ата боран басылған бойда кетіп қаламыз. Ешкімге білдірмейміз. Зейнеп терезеге қарады. Боран бұрынғыдан да күшейіп, терезенің әйнегін сындырардай ұрып тұрды.
Мұндай ауа райында қорада түнеген адам таңға дейін үсіп өлетіні анық. Оның үстіне жаңағы Жасұлан деген жас жігіттің аяғын үсік шалып үлгерген еді. Зейнеп терең күрсініп ошақтағы отты көсеп қойды. Далада ақзаман болып тұр. Қораға шықсаңдар, ертең сендердің өлі денелеріңді тауып аламын. Омар марқұмның аруағы мені кешірмейді. Осында жылы бөлмеде қонасыңдар. Мен төрдегі бөлмеге жатамын, есікті ішінен құлыптап аламын. Егер қандайда бір арам ойларың болса, Зейнеп бұрышта тұрған күйеуінің қос ауызда аңшы мылтығын нұсқады. Мына мылтық оқтаулы тұрғанын біліп жүріңдер. Ал қазір жатып демалыңдар. Үш ер адам Зейнептің бұл мәрттігіне таң қалып, оған тағы да басиды. Олар пештің жанындағы жылы еденге қаз қатар жайғасты. Зейнеп ішкі бөлмеге кіріп, есікті құлыптады. Мылтықты шынымен де қолына алып төсегінің жанына қойды. Ол түнімен көз ілмеді. Әрбір сыбдырға құлақ түріп, жүрегі лүпілдеп шықты. Ол өз үйіне кімдерді кіргізгенін, және бұл шешімі ертең бүкіл ауылға қалай әсер ететінін әлі толық түсінбеген еді. Бұл түн Зейнептің тыныш өмірін мәңгілікке өзгертетін бұрылыс нүктесі болатын. Алда он ауылдың өсегі, қатыгездігі және мына үш бейтаныс адамның ашылмаған құпиялары күтіп тұр еді. Ақ таңдағы азап. Таң атты. Терезеден түскен бозғылт жарық үйдің ішін сәл де болса нұрландырды. Түні бойы ұлыған боран сабасына түсіп далада өлі тыныштық орнаған еді. Зейнеп төсегінен тұрып, қолына мылтығын ұстаған күйі ішкі бөлменің есігін ақырын ашты. Дәліздегі көрініс оны таң қалдырды. Үш бейтаныс еркек оның үйін тонап немесе қашып кетпеген еді. Қайта еңгезердей үнсіз мақсат таңертең ерте тұрып, пештің күлін тазалап, отты қайта тұтандырып қойыпты. Үйдің іші жып-жылы. Қали бұрыштағы орындықта үнсіз дұға оқып отырғандай күбірлеп отыр. Ал пештің дәл түбінде жатқан жас жігіт Жасұланның жағдайы мүшкіл еді. Ол түнімен ыстығы көтеріліп сандырақтап шыққан. Зейнеп мылтығын бұрышқа сүйіп қойып, оған жақындады. «Жағдайы қалай?» деп сұрады ол Қалиға қарап. Қали ауыр күрсінді. «Нашар, апа». Оның аяқ киімі жыртық болатын. Кеше қар кешіп 6 сағат жүргенде аяғын қатты үстіп алды. Енді міне, оттай жанып жатыр. Біздің кесірімізден мына бала о дүниеге аттанатын болды ау. Зейнеп көрпені ашып Жасұланның аяғына қарады. Жігіттің екі табаны мен бақайлары көкпеңбек болып ісіп кеткен. Сүк сүйекке дейін жеткені көрініп тұрды. Егер тез арада емдемесе, гангрена, қанның бұзылуы басталып, аяғын кесуге тура келетін, тіпті өміріне қауіп төнетін еді. Жасұлан қалтырап көзін әрең ашты да Зейнепке қарап: «Кешіріңіз. Мазаңызды алдық, су беріңізші» деп жалына сыбырлады. Зейнептің көз алдына өзінің қалаға оқуға кеткенде қатты ауырып қалған жалғыз ұлы елестеп кетті. Ол кезде де ұлына дәл осылай су беріп, түнімен қасында отырған еді. Аналық мейірім оның бойындағы соңғы қорқыныш тамшысында жуып шайып кетті. «Мақсат», деді Зейнеп бұйрықты үнмен. Үнсіз дәу жігіт жалт қарады. «Анау бұрыштағы шелекпен құдықтан су әкел. Қали, сен оның үстін қымтап жап. Мен ауылдың орталығына медпунктке барып дәрі-дәрмек әкелуім керек». Екі қардағы іздер және Сәлиманың көзі. Зейнеп қалың күртешесін киіп, етігін іліп далаға шықты. Қар тізеден асады. Ол ауыл орталығына қарай омбылап жүріп кетті. Осы кезде көрші үйдегі Сәлима кемпір сиырына шөп салайын деп ауласына шыққан еді. Ол Зейнептің үйіне қарай жүрген үлкен ер адамдардың бәтеңкесінің іздерін, кеше түндегі тұтқындардың іздерін байқап қалды. Боран толық жауып үлгермеген ескі іздер үйге кіріп қайта шықпаған еді. Зейнептің үйіне түнде кім келді екен? Ұлы қалада ғой. Әлде бұл байғұсқа қарақшылар шапты ма екен? деп ойлаған Сәлиманың қызығушылығы оянып, ауыл орталығындағы дүкенге қарай асықты. Зейнеп медпунктке жетіп, фельдшер Айшадан қабынуға қарсы күшті антибиотиктер, үсікке жағатын жақпамай және ыстық түсіретін дәрілер сұрады. «Зейнеп апа, тыныштық па? Өзіңіз ауырып қалдыңыз ба? Дәріні көп алдыңыз ғой», деді Айша таңғалып. «Иә, өзім. Боранда аздап тоңып қалыппын», Зейнеп көзін алып қашты. Ол шындықты айтса, ауылда дүрбелең басталатынын білді. Дәрілерді алып дүкеннің қасынан өтіп бара жатқанда, ол Сәлимаға және ауылдың тағы 2-3 әйеліне тап болды.
Әй, Зейнеп, аманбысың? Түнде үйіме кім келді? Үлкен етіктің іздері жатыр ғой қаз қатар болып, деді Сәлима бар даусымен. Айналадағы адамдар Зейнепке жалт қарады. Ешкім келген жоқ, Сәлима апа. Өзімнің іздерім шығар, қар күрегенмін, деді Зейнеп тез басып кетіп бара жатып. Бірақ ауылда өсек желден де жүйрік еді. Жарты сағаттың ішінде Зейнептің үйіне түнде белгісіз еркектер кіріпті деген қауесет бүкіл ауылды аралап кетті. Тіпті кейбіреулері колониядан қашқан зектер емес пе екен, кеше кешке трассада полиция жүр дегенді естіп едім деп долбарлады. 3 тобырдың шабуылы. Түске таман Зейнептің есігін біреу жұлқына қақты. Зейнеп жасұланның аяғына жақпамай жағып дәрі ішкізіп отырған еді. Ол орнынан тұрып терезенің пердесін сәл ашып қарады. Ауласында ауылдың учаскелік полиция қызметкері Серік, дүкенші Нұрлан және тағы 5-6 қарулы таяқ ұстаған ауыл еркектері тұр еді. Олардың артында өсекші Сәлима бастаған бір топ әйел бар. Зейнеп, есікті аш. Біз білеміз, сенің үйіңде бөгде адамдар бар, деп айқайлады полиция қызметкері Серік. Үйдің ішіндегі Қали мен Мақсат бір-біріне қарады. Мақсат үнсіз ғана бұрыштағы балтаны қолына алмақшы болып еді. Қали оның қолынан ұстап, басын шайқады. Жоқ, Мақсат, біз бұл кісіге одан сайын пәле әкелеміз. Түсіп берілеміз, деді Қали. Ол Зейнепке бұрылып, апа, есікті ашыңыз. Біз өзіміз шығамыз. Сіз кінәлі емессіз. Зейнеп есікті ашты. Есік ашыла сала, Серік пен Нұрлан бастаған топ ішке лап қойды. Олар үстеріндегі жартылай шешілген, арқасында түрме нөмірі бар телегрейкаларды көргенде бәрінің зәресі ұшты. Зектер, мен айттым ғой, бұлар кісі өлтірушілер, деп бақырды Сәлима есік сыртынан. Серік тапаншасын суырып алып Қали мен Мақсатқа кезенді. Қабырғаға қарап тұрыңдар, қолдарыңды көтеріңдер. Түрмеден қаштыңдар ма? Қали сабыр сақтап қолын көтерді. Начальник, біз қашқан жоқпыз. Кеше босатылдық. Құжаттарымыз мына күртешелердің ішкі қалтасында. Бізді трассада тастап кеткен соң, түсіп өлмеу үшін осы үйге бас сауғаладық. Серік олардың құжаттарын алып, мұқият тексерді. Шынымен де олардың жаза өтеу мерзімі аяқталғаны туралы ресми анықтамалары бар еді. Заң бойынша олар еркін адамдар болатын. Бірақ ауыл халқы үшін зек деген таңба ешқашан өшпейтін. 4 ауылдың қатал үкімі. Заңды түрде босасаңдар да бұл ауылда сендерге орын жоқ, деп айқайлады дүкенші Нұрлан. Ол ауылдағы ең бай, сөзі өтімді адам еді. Біздің бала-шағамыз бар. Кім біледі сендердің не үшін отырғандарыңды? Бәлкім кісі өлтірген шығарсыңдар, бәлкім ұры шығарсыңдар. Қазір киініңдер де ауылдан қараларыңды батырыңдар. Трассаға дейін жаяу жетіңдер. Зейнеп бұған шыдай алмады. Ол алға шығып, Нұрлан мен Серіктің жолын бөгеді. Тоқтатыңдар. Зейнептің дауысы бүкіл бөлмені жаңғыртып жіберді. Оның жанарынан от шашырап тұрды. Даладағы аязды көріп тұрсыңдар ма? Анау бұрышта жатқан 20 жастағы баланың аяғы үсіп, өлім аузында жатыр. Оларды қазір далаға қуып шығу, өз қолдарымен адам өлтірумен тең. Зейнеп, сен есіңнен ауысқансың ба? Деді көршісі Сәлима. Күйеуің өлгелі басың істемей қалған ба? Мына бандиттерді үйіңе кіргізіп, ертең өзіңді бауыздап кетсе не істейсің? Оларды қорғама. Мен Құдайдың алдындағы адамдығымды қорғап тұрмын, Сәлима. Егер сендер мұсылман болсаңдар, ауру адамды аязға қуып шықпас едіңдер. Зейнеп оларға тіке қарап қасқайып тұрды. Бұл менің үйім. Кімді кіргізіп, кімді шығаратынымды өзім білемін. Егер біреуің осыларға тиіссеңдер, алдымен менімен алсасыңдар. 5 теріс бұрылған жұрт. Ауыл еркектері Зейнептің мына сөзінен кейін абдырап қалды. Бір жағынан ол, жалғызбасты әйел, оған күш көрсету еркектікке жатпайтын. Екінші жағынан, оның көзіндегі қайтпас қайсарлық оларды тоқтатты. Нұрлан түкірініп есікке қарай бұрылды. Жарайды, Зейнеп, өзің біл. Өз көріңді өзің қазып жатырсың. Бірақ біліп қой, бүгіннен бастап бүкіл ауыл сенен теріс айналады. Дүкеннен саған бір үзім нан сатпаймын. Егер мына бандиттерің бірдеңе білдірсе, сені де қосып жауапқа тартамыз.
Қалғандарың кеттік. Бұл қатынмен сөйлесудің қажеті жоқ. Полиция қызметкері Серікте. Мен олардың құжаттарын тіркеп қоямын. Егер 3 күннің ішінде ауылдан кетпесе, күшпен шығарамын деді де, жұртпен бірге шығып кетті. Есік тарс жабылды. Зейнеп жалғыз өзі бүкіл ауылға қарсы шығып, енді қоғамнан толықтай оқшауланып, шеттетілген, изгой адамға айналды. 6. Өкінбеу. Үйдің ішінде ауыр тыныштық орнады. Қали еденге қарап үнсіз тұрды. Мақсат та қатты ұялып, жұдырығын түйіп алған еді. Апа. Қалидың даусы дірілдеп шықты. Сіз біз үшін бүкіл елмен жауластыңыз. Бізге мұндай жақсылықтың керегі жоқ еді. Біз тағдырдың таяғын жеп үйренген адамдармыз. Қазір киінеміз де кетеміз. Сіздің атыңызға кір келтірмейік. Жасұланды кезектесіп арқалап алармыз. Зейнеп оған бұрылып қабағын түйді. Отыр орныңа, деді ол бұйрық бере. Жасұлан өз аяғымен жүріп кетпейінше бұл үйден ешқайсың бір қадамда аттамайсыңдар. Ауылдың сөзі менің тамағымда асырап отырған жоқ. Мен адамдардың сөзінен емес, ұжданымның азабынан қорқамын. Ал енді маған көмектесіңдер. Жасұланның аяғын таңу керек. 3 тұтқын өмірлерінде қатыгездікті, сатқындықты, ұрып-соғуды көп көрген еді. Бірақ дәл мынадай риясыз, ештеңе талап етпейтін шынайы аналық мейірімді олар бірінші рет көріп тұрған болатын. Еңгезердей Мақсаттың өзі бұрышқа барып көзіне келген жасты сүртіп жатты. Зейнеп бүкіл әлемге қарсы шықты. Бірақ ол жасаған ісіне бірде-бір рет өкінген жоқ. Ол тек осы үшеуінің жүрегіндегі мұзды ертіп қана қоймай, өзінің де ішіндегі ұзақ жылғы жалғыздықтың есігін ашқанын сезді. Ендігі сұрақ, бұл үшеуі шын мәнінде кімдер еді? Олар темір торға қалай түсті, және Зейнептің жақсылығын олар қалай қайтармақ бір? Жалғыздыққа жарияланған бойкот. Ауыл адамдарының айтқаны бос сөз емес екен. Ертесіне Зейнеп үйдегі таусылған ұн мен шайды алу үшін дүкенге барғанда мұның рас екеніне көзі жетті. Ол дүкеннің есігін ашқанда, іште тұрған 2-3 әйел оны көрген бойда сөздерін кілттейіп, жақтырмай сыртқа шығып кетті. Дүкенші Нұрлан есеп-шотты қағып тұрған жерінен басын көтеріп, Зейнепке суық қарады. Саған не керек? Мен кеше не айттым? Менің дүкенімнен саған бір тал сіріңке де сатылмайды, деді ол кесіп айтып. Нұрлан, Құдайдан қорықсаңшы. Үйдегі науқас балаға сорпа ішкізуім керек еді. Ақшасын төлеймін ғой. Зейнеп даусын бәсеңдетіп қалтасынан мыжылған ақшасын шығарды. Ақшаңды бандиттеріне бер. Мен олардың тамағын асырай алмаймын. Кет дүкеннен, деп айқайлады Нұрлан. Зейнеп ақшасын қайта қалтасына салып есікке қарай бұрылды. Ол жалынбады, жыламады. Оның бойындағы намысы бұған жол бермейтін еді. Ол бос сөмкесін ұстап, қалың қарды кешіп, үйіне қарай жалғыз қайтты. Енді ол бүкіл ауыл үшін жат адамға айналған болатын. 2 еңбекпен қайтқан қарыз. Зейнеп үйге кіргенде ауладағы көрініс оны таң қалдырды. Үнсіз, еңгезердей Мақсат сырттағы аязда үстіндегі жұқа күртешесін шешіп тастап, тек жұқа жейдемен отын жарып жатыр екен. Ол 1 сағаттың ішінде 1 айлық отынды жарып үйіп қойыпты. Ал егде тартқан Қали қораның шатырындағы құлағалы тұрған ағаштарды шегелеп, малдың астын тазалап жүр. Олар Зейнептің бос сөмкемен түнеріп келгенін бірден байқады. Зейнеп үйге кірген соң, Қали мен Мақсат та артынан кірді. Апа, дүкенші сізге ештеңе сатпады ма? Деп сұрады Қали кінәлі үнмен. Зейнеп күрсініп орамалын шешті. Сатпаса өзіне зиян. Үйде жарты қап ескі ұн бар. Содан нан пісіремін. Қорадағы қойды соямыз. Аш қалмаймыз. Мақсат Зейнепке қарап басын сәл иді де сыртқа шығып кетті. Жарты сағаттан соң ол қорадағы ең үлкен семіз ісекті қойды сойып, етін мұқият бұзып ас үйге әкеліп қойды. Олар Зейнептің жақсылығын сөзбен емес, іспен қайтаруға тырысып жатқан еді. Бұл адамдардың бойындағы еңбекқорлық пен кішіпейілділік Зейнептің оларға деген күдігін толықтай сейілтті. 3 отбасындағы шындық. Кешке қарай үйде жаңа піскен нан мен асқан еттің иісі бұрқырады. Жасұланның ыстығы қайтып бетіне қан жүгіре бастаған еді.
Зейнептің берген дәрілері мен жақпа майының арқасында оның аяғындағы ісік қайтып, өмірге қайта оралғандай болды. Төртеуі пештің жанындағы кішігірім үстелге жайғасып, ыстық сорпа ішіп отырды. Даладағы аяз бен адамдардың қатыгездігі мына кішкене бөлменің ішіндегі жылулықтың алдында дәрменсіз еді. Зейнеп шай құйып отырып, оларға ұзақ қарады. Оның көкейіндегі сұрақ маза бермеді. Бұл адамдар қарақшыға немесе қанішерге мүлдем ұқсамайтын. Сендер. Зейнеп сөзін қалай бастарын білмей сәл мүдірді. Сендер түрмеде не үшін отырдыңдар? Маған шындарында айтыңдаршы. Мен сендерді жаман адамдар деп ойламаймын, бірақ білгім келеді. Үшеуі үнсіз қалды. Қали қолындағы кесені дастарханға қойып терең дем алды. Түрмеден шыққан адамдар өздерінің өткені туралы айтуды жек көретін. Бірақ Зейнеп олар үшін жай адам емес, оларды ажалдан арашалап қалған құтқарушы періште еді. Олар оған шындықты айтуға міндетті болатын. 4 әкенің құрбандығы. Мен бастайын, апа, деді Қали даусы қарлығып. Оның көздерінен терең мұң мен өкініш байқалды. Мен өмірімде біреудің ала жібін аттаған адам емеспін. Қаладағы үлкен бір құрылыс компаниясында бас есепші, бухгалтер болып істедім. Отбасым, әйелім, 2 балам болды. Бәрі жақсы еді. Бірақ бір күні компанияның директоры миллиондаған мемлекеттік қаржыны жымқырып, шетелге қашпақшы болды. Ол маған келіп, барлық құжаттарға менің қол қоюымды талап етті. Мен бас тарттым. Бірақ Қали тамағына тығылған өксікті жұтып сөзін жалғастырды. Оның адамдары менің кішкентай қызымды мектептен келе жатқанда ұрлап кетті. Олар маған 2 сағат уақыт берді. Не барлық кінәні мойның алып, түрмеге отырасың, не қызыңды бөлшектеп үйіне жібереміз деді. Менің басқа амалым болмады, апа. Мен полицияға барып, ақшаны ұрлаған менмін деп мойындау түсініктемесін жазып бердім. Қызымды аман есен қайтарды. Сот мені 7 жылға қамады. Мен отбасымды сақтап қалу үшін бостандығымды құрбан еттім. Бірақ әйелім бұл масқараға шыдай алмай, 2 жылдан кейін балаларды алып, басқа қалаға көшіп, менен бас тартты. Мен сол түрмеде тірі өлікке айналдым. Зейнептің көзіне жас келді. Ол Қалидің қолынан ақырын ұстап, сен нағыз еркек екенсің, Қали, бала үшін шыбын жан садаға. Сенің ұжданың таза, деді. 5 қорғаушының қателігі мен жетімнің тағдыры. Содан кейін үнсіз Мақсат тамағын кенеп басын төмен салды. Ол сөйлегенде даусы гүр-гүр етіп бөлмені жаңғыртып жіберді. Менің бұл өмірде қарындасымнан басқа ешкімім жоқ еді, деді Мақсат, оның бетіндегі тыртық оттың сәулесімен қорқынышты көрінгенімен, көздері балаша мөлдіреп тұрды. Ол студент болатын. Бір күні кеште оны көшеде мас болған 3 бұзақы қоршап алып, тиісіп жатқан жерінен үстілерінен түстім. Қаным басыма шапты. Мен олардың 3-еуін де сабап тастадым. Бірақ мен өз күшімді есептей алмаппын. Олардың 1-еуі құлап бара жатып басын тасқа ұрып, оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қалған 2-еуінің әкелері бай адамдар екен. Олар мені қарақшылық шабуыл жасап кісі өлтірді деп 8 жылға соттатып жіберді. Мен қарындасымды қорғаймын деп өзім адам өлтіруші атандым. Зейнеп Мақсатқа да мейіріммен қарады. Оның да жүрегінде қараңғылық жоқ екенін түсінді. Ең соңында көрпеге оранып жатқан жасұлан сөйледі. Менің тарихым тым қарапайым, апа, деді ол мұңайып. Мен балалар үйінде өстім. Әкем де, шешем де кім екенін білмеймін. Балалар үйінен шыққан соң барар жерім, басар тауым болмады. Аштан өлмеу үшін базарда жүк тасушы болып істедім. Бір күні менімен бірге істейтін ересек жігіттер қоймадан үлкен теледидарлар мен электрониканы ұрлап жатқан жерінен полицияға ұсталды. Олар бәрін менің мойныма іліп осы ұйымдастырды деп жала жапты. Менің қорғайтын адвокатым да, іздейтін адамым да болған жоқ. 3 жыл берді. Міне, осылай. 6 жаңа отбасы және алдағы қауіп. Зейнеп олардың хикаяларын тыңдап болып үнсіз қалды. Оның алдында отырған адамдар қылмыскер емес, қоғамның, тағдырдың, әділетсіздіктің құрбандары еді. Олардың әрқайсысының ішінде өмірге деген өкпесі болса да, адамгершіліктері жоғалмаған болатын. Сендер өмірдің таяғын көп жеген екенсіңдер, деді Зейнеп орамалымен көзін сүртіп. Бірақ Құдай бәрін көріп тұр. Сендердің бұл үйге келулерің кездейсоқтық емес.
Мен жалғыздықтан шаршап едім, сендер мейірімге шөлдеп келіпсіңдер. Жасұланның аяғы толық жазылмайынша ешқайда кетпейсіңдер. Бұл менің соңғы сөзім. Сол түні олар алғаш рет өздерін қауіпсіз, жылы үйде, нағыз отбасының ортасында отырғандай сезінді. Қали мен Мақсат Зейнепті өз аналарындай, әпкелеріндей құрметтеуге іштей серт берді. Бірақ олардың бұл бейбіт түні ұзаққа созылмайтын еді. Ауыл орталығында дүкенші Нұрлан мен оның жақтастары жиналып, Зейнептің үйіндегі зектерді күшпен қуып шығудың қатыгез жоспарын құрып жатқан болатын. Олар бұл үш тұтқынды ауылға төнген қауіп деп санап, олардың көзін құртуға бел буған еді. Бейбітшілік аяқталып, нағыз қақтығыс енді басталмақ бір. Қара бұлттың үйірілуі, күн батып, Аққайың ауылын қою қараңғылық басты. Боран толықтай басылғанымен Аяздың бет қаритын ызғары күшейе түскен еді. Ауыл орталығындағы Нұрланның дүкенінің артқы бөлмесінде 10 шақты еркек жиналып, арақ ішіп қызу талқыға түсіп жатты. Олардың арасында ауылдың бұзақылау жастары мен Нұрланның сөзін сөйлейтін малшылар бар болатын. Сендер неменеге қарап отырсыңдар? Деп үстелді ұрды Нұрлан жүзі қызарып. Біздің ауылдың шетінде 3 бірдей қылмыскер кісі өлтірген зектер отыр. Ертең олар Зейнепті бауыздап, сосын біздің үйлерге шабады. Біздің әйелдеріміз бен бала шағамызға қауіп төніп тұр. Учаскелік полиция серік қағазбастылықтан қорқып 3 күн күтейік деп отыр. Ал біз күтпейміз. Дұрыс айтасың, Нұрлан аға, деді топ ішінен біреуі. Зейнеп алжыған шығар, күйеуі жоқ әйел еркектерді көріп есінен адасқан болар. Бірақ біз ауылдың намысын таптатпаймыз. Оларды сүйреп шығарып, трассаға қуып тастайық. Арақ буына мас болған, үрей мен жалған намысқа желіккен топ қолдарына аша, балта, темір таяқтар алып, түн ішінде Зейнептің үйіне қарай бет алды. Олар өздерін ауылды қорғаушы батырлармыз деп санағанымен, сырттай қарағанда қанға шөлдеген қасқырлар тобырына ұқсайтын еді. Екі қорғанысқа дайындық. Осы уақытта Зейнептің үйінде тыныштық орнаған. Жасұлан пештің түбінде жылы көрпеге оранып, терең ұйқыға кеткен еді. Оның бетіне қан жүгіріп, демалысы жиілеген. Зейнеп ас үйде ертеңгі күнге нан илеп жатты. Кенет даладағы ақтөс жау көргендей шәуілдеп, артынша біреу оны теуіп жібергендей қыңсылап барып үні өшті. Терезе алдында тұрған Мақсаттың денесі кілт етті. Ол пердені сәл ашып, сыртқа қарады. Қараңғыда 10 шақты адамның сұлбасы және бірнеше қолшамның фонар жарығы үйге қарай жақындап келе жатты. Апа, деді Мақсат бәсең, бірақ өте салмақты үнмен. Олар келе жатыр. Қолдарында қарулары бар сияқты. Қали орнынан атып тұрды. Ол Зейнепке қарап. Апа, сіз ішкі бөлмеге кіріңіз. Жасұланды оятпаңыз. Есікті ішінен құлыптап алыңыз да, мылтығыңызды дайындап отырыңыз. Бұл біздің мәселе. Олардың мақсаты біз. Біз оларға сіздің үйіңіздің табалдырығын аттатпаймыз, деді. Зейнептің қолдары дірілдеп кетті, бірақ ол қамырлы қолдарын сүртіп. Жоқ, бұл менің шаңырағым. Мен өз үйімде тығылып отырмаймын, деді қарсыласып. Бірақ Мақсат оның жанына келіп үлкен, бірақ жып-жылы алақанымен Зейнептің иығынан ақырын ұстады. Оның көздерінен шексіз құрмет пен өтініш көрініп тұрды. Апа, біз сіз үшін жанымызды беруге дайынбыз. Бірақ бізге сеніңіз. Олар бізді ғана емес, сізді де аямайды. Ішке кіріңізші, өтінемін, деді Мақсат. Бұл оның осы үйге келгелі бері айтқан ең ұзақ сөз еді. Зейнеп амалсыздан Жасұлан жатқан бөлмеге кіріп, мылтықты қолына алды. Қали мен Мақсат сыртқы киімдерін іліп, темір есіктің алдына шықты да, үйдің есігін сыртынан тарс жауып, Зейнепті қорғап қалды. 3 тобырдың шабуылы. Нұрлан бастаған тобыр аулаға кіріп, үйдің алдына келді. Олар есікті сындырмақшы болып ұмтыла бергенде, алдарынан қабырғадай болып Мақсат пен Қали шықты. Мақсаттың бойы 2 метрге таяу, иықты, бетіндегі тыртығы айдың жарығымен тіпті сұсты көрінетін. Ал Қалидың қолында аула тазалайтын ескі күрек бар еді. Әй, зектер! Деп айқайлады Нұрлан қолындағы темір таяғын бұлғап. Біз сендерді ескерткенбіз. Уақыттарың бітті. Егер қазір өз аяқтарымен трассаға қарай тайып тұрмасаңдар, осы жерде сүйектеріңді қалдырамыз. Зейнеп қайда? Ол қатынды да қоса жазалаймыз. Сөздеріне байқап сөйлеңдер.
Қалидың даусы гүр етті. Ол түрмедегі психологиялық қысымға үйренген адам еді. Бұл үйдің иесінде шаруаларың болмасын. Ол бізге жай ғана пана берді. Біз таңертең жасұланның аяғы басылған соң өзіміз-ақ кетеміз. Ал қазір ауладан шығыңдар. Сен кімге бұйрық беріп тұрсың, қылмыскер? Топ ішінен бір бұзақы жігіт алға атылып, қолындағы балтаның сабымен Қалиды басқа ұрмақшы болды. Бірақ оның қолы ауада қатып қалды. Мақсат көз ілеспес жылдамдықпен оның білегінен шап беріп ұстап, білегін бұрап жіберді де, өзіне тартып, кеудесінен теуіп ұшырып түсірді. Жігіт 2 метр жерге ұшып барып, қарға күрсетіп құлады да, ыңырсып орнынан тұра алмай қалды. 4 жанкешті қорғаныс. Бұл қимыл тобырды одан сайын құтыртты. Ұрыңдар. Бұлар біздің ауылдың жігіттеріне қол көтерді, деп бақырды Нұрлан. Оншақты еркек Мақсат пен Қалиға жабыла кетті. Бұл теңсіз ұрыс еді. Бірақ Мақсат кезінде қарындасын қорғаймын деп бір адамды байқаусызда өлтіріп алған өзінің қателігін жақсы білетін. Ол өзіне серт берген, енді ешқашан адамның өмірін қимаймын. Сондықтан ол бар күшімен ұрған жоқ, ол тек қорғанысқа көшті. Ол өзіне ұмтылған адамдардың соққысын қағып жіберіп, оларды қарға лақтыра берді. Қалида күрекпен олардың қаруларын қағып, ауланың ішінде нағыз арпалыс басталды. Біреуі Мақсаттың ту сыртынан келіп, темір таяқпен оның иығынан оңдырмай ұрып жіберді. Мақсат ауырсынудан тізерлеп қалды, бірақ тез орнынан тұрып, әлгі адамды жағасынан алып, дуалға қарай лақтырды. Олар қанша мықты болса да, тобырдың аты тобыр. Бір кезде Нұрлан Мақсаттың басына таяқпен ұрып үлгерді. Мақсаттың шекесі жарылып, қан бұрқ ете түсті. Қалиды да 2-3 адам жерге жығып тебе бастады. Үйді өртеңдер. Зейнепті шығарыңдар ішінен, деп айқайлады топ ішінен біреу есінен адасып. Олар Мақсат пен Қалиды аттап өтіп, Зейнептің есігіне қарай лап қоймақшы болды. 5 ананың қаһарымен жалғыз о. Дәл осы сәтте үйдің есігі тарс ашылды. Табалдырықта Зейнеп тұр еді. Оның шашы дудыраған, көздерінен от шашырап тұр. Оның қолында күйеуі Омардың қос ауызды аңшы мылтығы бар. Зейнеп мылтықты аспанға кезеп шүріппені басып қалды. Тарс. Оқтың құлақ тұндыратын дауысы ауылдың түнгі аязын тіліп өтті. Мылтықтан шыққан оттың жарығы ауладағы адамдардың үрейге толы түрін бір сәтке жарық еткізді. Барлығы сілтідей тына қалды. Жерде жатқан Қалиды теуіп жатқандар шегіншектеп кетті. Қанға боялған Мақсат есіктің алдында, Зейнептің алдына қорған болып тұра қалды. Зейнеп мылтықтың екінші оңғысын, ствол, тікелей Нұрланның кеудесіне бағыттады. Оның даусы таудан құлаған тастай қатты, әрі қаһарлы шықты. Егер кімде-кім мына табалдырыққа тағы бір қадам басса, осы жерде сүйегі қалады. Мен сендерге ескерттім бе? Нұрлан қорқыныштан жұтынып қойды. Зейнеп, сен мына зектер үшін өз ауылдастарыңды атасың ба? Деді ол даусы дірілдеп. Менің ауылдастарым қазір өз үйлерінде, бала-шағасының қасында ұйықтап жатыр. Ал менің алдымда тұрған сендер ауылдас емес, түн жамылып әйел адамның үйіне шапқан қарақшысыңдар. Қорқау қасқырсыңдар. Зейнептің сөзі әрбір адамның бетіне қамшымен ұрғандай болды. Сен, Нұрлан, дүкеніңдегі ақшаға мас болып, өзіңді құдаймын деп ойлайсың ба? Ал мына жерде қансырап жатқан 2 жігіт мені қорғау үшін сендердің таяқтарыңа қарсы тұрды. Олар маған сендерден 1000 есе жақын. Қазір ауламнан жоғалыңдар. 2-ші оқ сенің басыңа тиеді, Нұрлан. 6 қанмен бекіген бітім. Тобырдың екпіні басылды. Зейнептің қаһарлы түрінен және мылтықтың ұшынан қорыққан еркектер біртіндеп шегіне бастады. Олар өздерінің қаншалықты төмен іс-әрекетке барғандарын, жалғыз баста елдің үйіне шабуыл жасағандарын енді ғана түсінгендей ұяла бастады. Жүріңдер, кеттік, деді Нұрлан таяғын жерге тастап. Бірақ ол кетер алдында Зейнепке қарап тістенді. Сен бұл ісің үшін әлі жауап бересің. Зейнеп, сен ауылдың заңын бұздың. Олар ауладан шығып қараңғылыққа сіңіп жоғалды. Тек қардың үстіндегі қан тамшылар мен арпалыстың іздері ғана қалды. Зейнеп мылтығын төмен түсіріп, жерде отырған Мақсат пен Қалиға қарай жүгірді. Құдайым-ай, Мақсат, басың жарылыпты ғой. Қали, амансың ба? Тез үйге кіріңдер.
Зейнеп олардың екеуін демеп үйге кіргізді. Үйдің ішіне кірген соң, Зейнеп су қайнатып, Мақсаттың басындағы жараны жуып, таңып берді. Қалидың да қабырғасы қатты соғылған еді, бірақ ол үн шығармады. Мақсат Зейнептің қолынан ұстап, оның көзіне тіке қарады. Бұл дәу жігіттің көзінен бірінші рет жас тамды. Апа, сіз біз үшін кісі өлтіруге дайын тұрдыңыз. Біз сияқтылар үшін бұлай ешкім жасамас еді. Менің қарындасым ол дүниелік болғанда менің өмірім тоқтап қалған еді. Бірақ бүгіннен бастап менің өмірім сізге тиесілі. Кім сізге қауіп төндірсе, мен оның жанын суырып аламын. Сіз менің анамнан кем емессіз. Қали да басын изеп келісті. Зейнеп апа, сіз бізге тек есігіңізді ғана емес, жүрегіңізді аштыңыз. Бұл ауыл бізді тыныш қоймайды, бірақ біз енді сізді жалғыз қалдырмаймыз. Біз осы үйдің қорғаны боламыз. Зейнеп олардың маңдайынан сипап күрсінді. Бәрі артта қалды, ұлдарым. Бәрі артта қалды. Енді біз бір отбасымыз. Сол түні Зейнептің кішкентай ағаш үйі нағыз мызғымас қамалға айналды. Ауыл олардан теріс айналса да, бұл төрт адамның арасында қанмен, көз жасымен және шынайы мейіріммен бекіген үлкен байланыс орнаған еді. Бірақ алда қыстың ұзақ айларымен қоғамның жаңа сыны күтіп тұрған болатын. Бір адал еңбектің өтеуі. Қақтығысқа толы сол бір түнен кейін Зейнептің үйіндегі өмір мүлдем басқа арнаға бұрылды. Қыстың қатал аязы жалғасып жатса да, бұл кішкене ағаш үйдің іші мен сырты бұрын-соңды болмаған жылулық пен берекеге толды. Үш еркектің қолы тиген соң, шаруашылық гүлденіп шыға келді. Қали өзінің ұқыптылығы мен қорадағы малдың күтімін толықтай өз мойнына алды. Ол малдың астын тазалап, шөбін уақытылы беріп, қораның жыртық тесіктерін бітеп тастады. Еңгезердей Мақсат болса, таңнан қара кешке дейін тыным таппайтын. Ол орманнан қураған ағаштарды тасып, отын жарып, бұзылған шарбақтарды қайта тұрғызды. Тіпті ауланың ішіндегі қарды күреп, ауылдағы ең таза, ең ұқыпты үйдің бейнесін жасады. Ал 2 аптадан кейін аяғы толық жазылып, орнынан тұрған жас ұланның бойынан керемет өнер табылды. Оның қолынан келмейтін ісі жоқ екен. Балалар үйінде өскен ол ағаштан түйін түйетін шебер болып шықты. Ол Зейнептің қисайған орындықтарын, сынған үстелін жөндеп қана қоймай, ағаштан әдемі ыдыстар мен қасықтар жонып шығарды. Зейнеп оларға қарап, іштей жаратушыға алғыс айтатын. Бұл адамдар қылмыскерлердің емес, нағыз қамқор ұлдардың, адал азаматтардың бейнесін көрсетті. Олар Зейнептің бір ауыз сөзін жерге тастамай, оны өз аналарындай ардақтады. Екі үнсіз қадағалау және жарықшақ. Ауыл адамдарының бойкоты жалғасып жатты. Дүкенші Нұрлан Зейнепке әлі де ештеңе сатпайтын. Бірақ Зейнеп бұған мойымады. Ол үйдегі бар ұннан жауып, малын сойып, жоқты бар етіп отырды. Тіпті Қали орманнан тұзақ құрып, қоян мен шіл аулап әкелетін болды. Олар аш қалған жоқ. Көршілер Зейнептің үйіне сырттай қызыға, әрі таңғала қарайтын болды. Күн сайын таңертең Сәлима кемпір терезесінен сықалап, Зейнептің ауласындағы қызу еңбекті бақылайтын. Құдай-ау, мына зектердің еңбекқорлығын-ай. Ғұмар тірі кезінде де бұл үй бұншалықты жарқырап тұрмаған шығар деп сыбырлайтын Сәлима өз-өзіне. Ауыл еркектері де түтіні түзу ұшып, ауласы мұнтаздай болып тұрған үйді көргенде, іштерінен өздерінің жалқаулықтарына ұяла бастағандай еді. Нұрланның үгіттеуімен басталған жек көрушілік бірте-бірте сейіліп, оның орнын үнсіз мойындау мен қызығушылық басты. Бірақ ешкім бірінші болып татуласуға батылы бармайтын. 3 түн ортасындағы апат. Ақпан айының аяғы. Қыстың қалың қары аздап ери бастаған, бірақ түнде әлі де аяз қарып тұратын кез еді. Түнгі сағат 3-те Зейнептің үйіндегі ақтөс тағы да қатты үріп, мазасыздық танытты. Қали оянып кетіп терезеге қарады. Оның көзі шарасынан шыға жаздады. Ауылдың қақ ортасында аспанды қызыл түске бояған үлкен жалын лаулап жатыр еді. Мақсат, жас ұлан, тұрыңдар, деп айқайлады Қали, ауыл өртеніп жатыр. Зейнеп те бөлмесінен атып шықты. Олар сыртқа шығып қараса, өртеніп жатқан жай ғана үй емес, ауылдағы ең үлкен ғимарат, Нұрланның дүкені мен оған жапсарлас салынған 2 қабатты зәулім үй екен. Қыстың құрғақ аязында ағаш үй шырпыдай жанып, жалын шатырды толықтай шарпып үлгеріпті. Бұл Нұрланның үйі ғой деді Зейнеп демі ішіне түсіп.
Мақсат балтасын қолына алып, етігін асығыс киіп жатты. Кімнің үйі болса да, ол жерде адамдар бар. Бару керек, деді Мақсат. Жасұлан мен Қалида сыртқы киімдерін іліп, Зейнеппен бірге ауыл орталығына қарай жүгіре жөнелді. Кек қайтару немесе бойкот туралы ойлауға уақыт жоқ еді. Ол жерде адам өмірі қыл үстінде тұрған болатын. 4 ажалмен бетпе-бет. Олар өртеніп жатқан үйге жеткенде бүкіл ауыл жиналып қалған екен. Бірақ ешкім ештеңе істей алмай, жанұшыра айқайлап, қар лақтырумен ғана шектеліп жатты. Аудан орталығынан келетін өрт сөндірушілерге кем дегенде 1 сағат уақыт керек еді. Ал үй көз алдарында күлге айналып бара жатқан. Нұрлан қардың үстінде тізерлеп отыр. Оның беті күйі, көзінен жас бұршақтап ағып жатыр. Оның әйелі мен үлкен ұлы сыртқа шығып үлгерген, бірақ балам, менің немерем іште қалды. Әлихан артқы бөлмеде ұйықтап жатқан. Құтқарыңдаршы, өтінемін. Бар байлығымды берейін, құтқарыңдар, деп бақырды Нұрлан жұртқа жалынып. Бірақ ауылдың бірде-бір еркегі лаулап жатқан, шатыры құлағалы тұрған үйге кіруге батылы бармады. Оттың қызуы соншалық 10 метр жерден бетті қарып тұрған еді. Учаскелік полиция серікте терезеге жақындап барып, түтінге тұншығып кері шегінді. Бәрі кеш, Нұрлан. Ішке кіру мүмкін емес, ол жер тозаққа айналды, деді Серік басын шайқап. Нұрлан бақырып жіберіп, отқа өзі ұмтылмақшы болғанда, ауылдастары оны ұстап қалды. Бәрі үмітін үзіп жылап тұрды. 5 қызыл жалын ішіндегі батырлар. Дәл осы сәтте тобырды қақ жарып, Мақсат пен Қали алға шықты. Олардың түрі сұсты, көздерінде ешқандай үрей жоқ еді. Құдықтағы суды әкеліңдер. Тез, деп ақырды Мақсат қатып қалған ауыл еркектеріне. Оның даусынан бәрі селт етіп шелекпен су таси бастады. Мақсат өзінің қалың мақта күртешесін шешіп, үстіне мұздай суды толықтай құйып жіберді. Қали да солай істеді. Олар суға малшынған күртешелерін бастарын жауып киді де, балтаны қолдарына алып, еш ойланбастан лаулап жатқан оттың ішіне, жанып жатқан есікті бұзып кіріп кетті. Мақсат, Қали. Жоқ, деп айқайлады Зейнеп олардың артынан ұмтылып. Бірақ Жасұлан оны ұстап қалды. Апа, олар біледі не істеп жатқанын. Олар шығат, деді Жасұлан дірілдеп. Бүкіл ауыл демін ішіне тартып жанып жатқан үйге қарап тұрды. Кеше ғана өздері өлтіруге дайын болған, қарақшы, бандит деп таңбалаған адамдар қазір олардың ешбірінің жүрегі дауаламаған іске барып, кішкентай баланы құтқару үшін ажалға бас тіккен еді. Нұрлан жерде отырған күйі Зейнепке қарады. Оның көзіндегі өшпенділік толықтай жойылып, орнын шексіз ұят пен үміт басқан болатын. Алты құлау. Үйдің іші қара түтінге тұншығып жатты. Мақсат пен Қали еденмен жорғалап баланың бөлмесін іздеп жүрді. Әлихан, дауыста, деп айқайлады Қали жөтеліп. Бөлменің түкпірінен жанып жатқан шкафтың артынан баланың әлсіз жылаған дауысы естілді. Мақсат балтамен шкафты ұрып сындырып, түтіннен есін жоғалта бастаған 5 жасар Әлиханды тауып алды. Ол баланы өзінің су күртешесіне орап кеудесіне қысты. Кеттік, Қали. Шатыр құлайын деп тұр, деп бақырды Мақсат. Олар шыға беріс есікке қарай жүгірді. Бірақ оттегіні жұтып қойғандықтан дәліздегі шатырдың үлкен ағаш бөренесі күтірлеп сына бастады. Олар есікке 10 қадам қалғанда жанып жатқан бөрене тікелей олардың үстіне құлады. Мақсат соңғы секундта баланы Қалидың қолына лақтырып үлгерді де, өзі 2 қолымен құлап келе жатқан отты бөренені тосып қалды. Қаш, Қали. Баланы алып шық, деп ақырды Мақсат тістерін қайрап. Бөрененің ауырлығы мен оттың ыстығы оның тізесін бүктіріп жатты. Оның үстіндегі киімі түтіндеп тұтана бастады. Қали баланы құшақтап есіктен сыртқа атылып шықты. Ол қардың үстіне домалап түскенде бүкіл ауыл қуаныштан айқайлап жіберді. Нұрлан немересіне қарай ұмтылып, оны бауырына басып еңіреп жылап жатты. Бірақ Қалидың түрі қорқынышты еді. Ол артына бұрылып, Мақсат, ол іште қалды. Оны бөрене басып қалды, деп жанұшыра айқайлады. Дәл сол кезде үйдің шатыры үлкен гүрілмен толықтай ортасына құлап түсті. Аспанға мыңдаған от ұшқыны шашырады. Мақсат кіріп кеткен есік толықтай жалынның астында қалды.
Зейнептің тізесі бүгіліп қардың үстіне отыра кетті. Оның көзінен жас бұршақтап, «Ұлым-ай, мақсатым-ай» деп бақырып жіберді. Ол кеше ғана өзіне «Сіз менің анамсыз» деген дәу жігіттің оттың ішінде қалғанына сене алар емес. Бүкіл ауыл халқы жанып жатқан үйдің алдында сілтідей тынып, оттың ішіндегі нағыз батырдың қазасына үнсіз құрмет көрсетіп жылап тұрды. Кешегі өшпенділік бүгін көз жасымен жуылып жатқан еді. Бірақ жалынның ішіндегі үміт шынымен де толық сөнді ме? Бір күлге айналған үміт. Құлаған шатырдың гүрсілінен кейін ауылдың ортасы өлі тыныштыққа батты. Тек оттың шырт-шырт жанған дауысы мен Зейнептің қар үстінде отырып еңіреген үні ғана естіліп тұрды. Жалындаған от Мақсат кірген есікті толықтай жауып, үйдің қаңқасын күлге айналдырып жатты. Нұрлан қолындағы аман қалған кішкентай немересі Әлиханды қатты құшақтап, жанып жатқан үйге қарап мелшиіп қалды. Оның ішіндегі өкініш пен ұят өртеп бара жатты. Кеше ғана өзі бандит, кісі өлтіруші деп далаға қуып шықпақ болған адам, оның қанынан жаралған ұрпағын аман алып қалу үшін өз жанын пида етті. Ол баланы Қалидың қолына лақтырып үлгермегенде, Нұрланның бүкіл өмірінің мәні жойылар еді. Мақсат, шық. Қали есінен адасқандай жанып жатқан бөренелерге қарай ұмтылмақ болды, бірақ ауылдың екі еркегі оны әрең ұстап қалды. Жіберіңдер мені. Ол менің бауырым. Ол тірі болу керек. Деп бақырды Қали, оның үсті басы күйі, қолы күйіп қалған еді. Ауыл адамдары төмен қарап көздеріне жас алды. Қатыгез тобыр бірақ сәтте өздерінің қаншалықты әділетсіз болғандарын түсініп, ұждан азабына түскен болатын. Екі тірі қалған алып. Жарты сағаттай уақыт өтті. Оттың күші сәл бәсеңдегендей болды. Кенет құлаған шатырдың оң жақ шетіндегі қалың күлмен жанып жатқан тақтайлардың астынан бірдеңе қозғалғандай болды. Бәрі демдерін ішіне тартып сол жаққа қарады. Жанып жатқан ауыр бөрене баяу жоғары көтеріле бастады. Бөрененің астынан үстіндегі киімі түтіндеген,